талғат бөбекжай тәрбиешісі Кәрібаева Айгерім Қошқайұлы. Бүгінгі менің шебер сынып тақырыбым үйренейік, білейік, бәрін зерттеп көрейік. Сіздер тәрбиешілер бәріңіз білесіңіздер. Тәрбиешінің ең негізгі мақсаты ол балалардың бұзушылығын өшіріп алмай, ары қарай жалғастыру. Сондықтан бүгін біздер қазір алдымызда зерттеу әрекетін көрсетемін сіздермен бірге шебер сынып. Алдымен мұздағы моншақ. Судағы жылған ыдысымызды алайық алдымызға. Үстіне мұзымызды саламыз. Жайымен ғана жібімізді жүргіземіз. Жүргіземіз. Жағып тұрған ыдыстағы тұзымызды алып, себелейміз үстіне. Мұздың үстіне себелейміз. Мен бір шекер ұстап жаймен көтереміз, сосын кішкене көтеріп. Моншақ тұзда көріп, түсірмейміз. Әдемі жастыр. Не жастыр? Енді қандай бұл жерде қандай іс-әрекетін көрдік? Жабысқақ әсерін көрдік. Жарайды. Ал енді біздің келесі зерттеуіміз түрлі суымызды алып, аз мөлшерде ақ тәрелкеге құямыз. Енді үстіне майшамызды қойып, спичкамен жағамыз. Майшамның жағуына кішкене ғана уақыт береміз. Ал енді стақанымызды төңкереміз майшамның үстіне. Жарайсыңдар, қандай өзгеріс байқадыңыздар? Барлық суды стакан ішіне басылмай тарылып. Суды стакан бойы көтерген байқалған. Жарайсыңдар. Ал енді келесі зерттеуіміз шұғыл ыдысымызды алайық алдымызға. Қырғыз стаканымызды үстіне қоямыз. Ішіне су құямыз. Қырғыз стаканымыздың ішіне. Қырғыз құяйық. Бір қасық саламыз. Енді үстіне түсті суымызды тамызайық. Ал енді қасығымызды құрғақтап, соданы құямыз ішіне. Көп мөлшерде құюымыз керек, салуымыз керек содамызды, ас содасын. Көрдік пе? Бізде де қазір түрлі түсті vulkanымыз шықты. Сонымен әріптестер, бұл зерттеуде не байқадыңыздар? Бұл зерттеуден байқалған болады, яғни лимон қышқылы мен ас содасы екеуі судың ішінде әрекеттесуінен ауа жоғары көтеріліп vulkan болып аталғанын байқадық. Жарайсыңдар. Ал енді біздің келесі зерттеуіміз алдымыздағы сіріңкеш дәндерін аламыз. Жағалай сыйдырамыз ортасын. Ал енді түтікшемізбен су жинап алып, ортасына тамызамыз. Қайта тамызамыз. Не жарайсыздар әріптестер? Осындай зерттеу әрекетімен біздер балаларымызды жұлдыз сияқты жарқыратуымыз керек. Ал енді осы жұлдызшалар сияқты балаларымыз жарқырап жана берсін. Бүгінгі зерттеуімізден қандай әсер алдыңыздар әріптестер? Химиялық физикалық әдістер байқадық. Жарайсыңдар? Міне осындай қызықты әрекеттермен, зерттеулермен біздер балаларымызды әдемілеп бағынсақ, біздің балаларымыз жарқырайтынына, жұлдыздай жарқырайтынына кәміл сенімдімін. Осымен біздің шебер сыныбымыз аяқталды. Қатысқандарыңыз үшін рахмет.